Қабірден қазып алған 16 жыл ұйықтаған қазақ қызының қандай құпиясы бар? Арнама қош келдің. Видеоны бастамас бұрын тіркеле кетіңіздер. Түркістанда туған Нәзира Рүстемова қатардағы көп балалардың бірі еді. Алайда оның тағдыр жолы көптен ерек бір соқпақпен жүргізді. 4 жасында ұйқыға кеткен бүлдіршін араға 16 жыл салып бой жеткен кейпінде оянады. Тылсымға толы жағдаят ғылыми тілде летаргиялық ұйқы деп аталады. Алғашында Нәзираны өлді деп ойлап жер қойнына тапсырады. Атасы мен әкесі сол күні бірдей түс көреді. Баланың тірі екендігін аян еткен түстен соң Нәзираны қабірден қазып алады. Баланың жүрегі минутына 1-2 рет соғып тұрғаны анықталады. Араға 16 жыл салып Нәзира ұйқысынан оянады. Оянғаны адам сенгісіз. Бұл қалай деп таңырқап отырсаңыз, ары қарай тыңдаңыз. Нәзира оянар кезде түсінде телефон шырлай береді екен. Және телефон тұтқасын көтеретін адам болмағандықтан Нәзира тұрып барып алады. Сонда ол бөлмеде отырған 2 медбике есінен танып құлап қалады. Сөйтсе Нәзира бір бөлмеден екінші бөлмеге есіктен емес қабырға арқылы еш кедергісіз өтіп кеткен. Бастапқыда ол жерден сәл көтеріліп қалқып тұра алатын болған. Әрі бірнеше тілді еш қиындықсыз сөйлеген. Ұйқыда болған уақытында бойы небәрі 28 сантиметр ғана өскен. Алайда оянған кезінен бастап бойы тез арада өсіп кетеді. Қазір ол бойжеткен Мәскеу қаласында тұрады.